Бірінші қалалық емхана қазіргі таңда біздерге қажетті мамандар 15 мейірбике, 2 фармацевт, 2 акушерка қажет. Енді барлығыңыз да білесіздер, бірінші қалалық емхана қаланың ортасында, Назарбаев даңғылының бойында орналасқан. Сонымен қоса біздің Деркөл кентінде филиалымыз бар. Деркөл дәрігерлік амбулаториясы мейірбикелердің негізгі бөлігі сонда керек болады. Енді жыл сайын ұйымдастырылып отырған бір шараның арқасында жаңа бітірген жас түлектер жаңа жұмыс орнын тауып, жұмыс берушілер өзіне қажетті мамандық иелерін жұмысқа тұрғызып, осындай шаралар ұйымдастырып отырады. Осыған ұйымдастырушылар алқасына өзіміз жұмыс берушілер атынан алғыс білдіреміз. Себебі осындай шаралардың арқасында біздегі кадровый дефицит жыл сайын жабылады. Енді медицина саласын таңдап 3-4 жыл оқығаннан кейін сол салада жұмыс жасау әр маманның міндеті деп есептеймін. Себебі біздің медицина саласы ол халықтың ең қажетті бөлігі, қажетті ол денсаулығын қорғау. Сол денсаулық қорғау жолында қазіргі таңда орта буын медицина қызметкерлерінің рөлін жыл санап арттырып келеді. Бұрынғы таңда орта буын медицина қызметкері тек қана дәрігердің көмекшісі ғана болса, қазіргі таңда орта буын медицина қызметкері ол өзі бөлек қабылдау жүргізіп, сонымен қоса тағайындамалар жасап, қажетті дәрі-дәрмектерді беру, қажетті тексерулерге жолдама беру арқылы әр орта буын медицина қызметкерінің қазіргі таңда медицина саласында рөлін көтеріп отыр. Сонымен қоса орта буын медицина қызметкері ары қарай жоғарылап бакалавриат оқуға мүмкіндігі бар. Сонымен қоса осы кеше Түркістан елінде болып отырған үлкен конференцияда уже орта буын медицина қызметкерлерінің болашақта докторантураға дейін өсу мүмкіншілігін қарастырып жатыр.